Құрметті көрермендер, сіздермен бірге апталық жұлдыз жорамал. 25-31 тамыз аралығындағы бұл апта эмоциялар мен жаңа бастамаларға толы кезең болғалы тұр. Әр жұлдыз белгісінің өмірінде ерекше жағдайлар орын алады. Біреулер үшін бұл апта қаржы сәлсе. Жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып үлгерген жан алға қадам басады, ал кейбіреулер үшін бұл апта ойлануға, шешім қабылдауға арналған уақыт болмақ. Алдағы күндері сіздерге ғаламның берген энергиясы бағыт көрсетеді. Әрбір белгі өзінше сынақтардан өтіп сыйлықтарға қол жеткізеді. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар, өз белгіңізді күтіп көріңіздер. Мүмкін сіз дәл осы аптада жүрегіңіз қалаған арманға жақындай түсерсіз. Сіздермен бірге болған жұлдыз жорамал арнасы ендеше бастайық. Тоқты! 25-31 тамыз аралығындағы бұл апта сіз үшін өте ерекше кезең болмақ. Әдетте тоқтылардың бойындағы батылдық, табандылық пен ерік жігер қай кезде де айқын байқалады. Бірақ дәл осы аптада бұл қасиеттеріңіз екі есе күшейіп, өзгелердің назарын өзіңізге аудармақсыз. Жалпы жағдай. Аптаның алғашқы күндері аздап абыр-сабыр мен ойға толы сәттерді алып келеді. Кейбір жоспарлар күткеннен де баяу жүріп, сізді шыдамсыздыққа итермелеуі мүмкін. Бірақ тоқтылар ешқашан жеңілмейді. Сіздің басты күшіңіз қиындықтан қорықпау. Апта ортасында жаңа жаңалықтар келіп, бұрыннан ойда жүрген мақсаттарыңызға жақындай бастайсыз. Бұл күндері ірі шешім қабылдаудан қорықпаңыз, өйткені ғалам сіздің қадамдарыңызды қолдайды. Жұмыс пен мансап. Кәсіби салада сіздің белсенділігіңіз бен идеяларыңыз ерекше бағаланатын болады. Жаңа жобаларға ұсыныс түсіп, бастамашыл қасиетіңізді көрсетуге тамаша мүмкіндік туады. Қызметтестер арасында беделіңіз артып, тіпті жетекшілік рөліне шығуыңыз мүмкін. Бірақ асығыстық жасамауға тырысыңыз, кейбір шешімдерге асықпай, ақылға салып келген жөн. Аптаның соңында басшылықтан мақтау естуіңіз мүмкін, бұл болашақта жаңа есіктер ашпақ. Қаржы. Қаржылық тұрғыдан тұрақтылық байқалады. Бірақ апта ортасында ойланбай жасалған шығындардан абай болғаныңыз жөн. Әсіресе эмоцияға беріліп, артық нәрселерге ақша шығындап қою қаупі бар. Оның орнына бұл кезеңді болашаққа пайдалы инвестиция жасауға немесе маңызды қажеттіліктерге жұмсаған дұрыс. 29-30 тамыз аралығында күтпеген жерден қосымша табыс көзі ашылуы немесе сыйақы алуыңыз ықтимал. Махаббат. Сезім әлемінде тоқтылар үшін өте нәзік әрі жылы сәттер күтіп тұр. Жұп құрып жүргендер үшін бұл апта қарым-қатынасты нығайтуға, ортақ жоспарлар құруға қолайлы. Бірге саяхаттау немесе романтикалық кездесу сіздердің жақындықтарыңызды арттыра түседі. Ал жалғыз жүрген тоқтылар үшін тағдыр тосын сый дайындауда. Күтпеген кездесу, қысқа әңгіме үлкен махаббатқа айналуы мүмкін. Ең бастысы, жүрегіңізді ашық ұстаңыз. Денсаулық пен көңіл күй. Аптаның басында шаршаңқылық пен күйзеліс байқалуы ықтимал. Сондықтан спортпен айналысып, серуенге шығып, табиғат аясында уақыт өткізген пайдалы болмақ. Дұрыс тамақтану мен ұйқы режимін сақтасаңыз, бойыңыздағы энергия апта соңына қарай қайта артып, ерекше сергек күйге жетесіз. Аптаның соңғы күндері. 31 тамызға қарай сіз ішкі сеніміңізді нығайтып, армандарыңызға тағы бір қадам жақындайсыз. Бұл күндері жаңа мақсаттар қойып, күз айына тың жоспарлар жасаудың сәті туады. Әлем сізге қолдау көрсетуде, тек батылдық танытып, арманға ұмтылыңыз. Торпақ. Бұл апта торпақтар үшін бір қалыпты басталып, бірақ ортасына қарай маңызды өзгерістерге толы болуы мүмкін. Әдетте сіз тұрақтылықты сүйесіз, бірақ дәл осы кезең сізді өз аймағыңыздан шығып, жаңа мүмкіндіктерді қабылдауға итермелейді. Аптаның басы, сіз өзіңізге уақыт бөлуге, алға қойған жоспарларды реттеуге тырысасыз. Қаржы, жұмыс немесе оқу саласында шешім қабылдау қажеттілігі туындауы мүмкін. Артық шығынға жол бермей, жоспарлы әрекет етуіңіз пайдалы. Жұмыс пен қаржы, бұл аптада табыстың жаңа жолдарын іздеуге қолайлы уақыт. Жаңа ұсыныстар келуі мүмкін, ал егер өз кәсібіңіз болса, клиенттермен немесе серіктестермен тиімді келісім жасайсыз. Бірақ асығыс шешім қабылдамаңыз, әр қадамды ойланыңыз. Махаббат пен қарым-қатынас, жақын адамыңызбен жылы әңгіме, шынайы көңіл бөлу сіздің арақатынасыңызды нығайтады. Жұптағы торпақтар үшін бұл апта романтикаға толы болады.
Ал жалғыз торпақтар күтпеген жерден қызықты таныстыққа тап болуы мүмкін. Денсаулық пен көңіл-күй денеңізді тыңдап, демалысқа да уақыт табыңыз. Артық уайым мен жүйкені тоздыратын ойлардан арылыңыз. Спорт, таза ауа, пайдалы тамақтану сізге қуат береді. Бұл апта торпақтарға сабырлық, тұрақтылық пен жаңа мүмкіндіктерді қатар алып келеді. Бастысы, асықпай әрекет етіңіз, сонда жетістігіңіз артады. Достар, осы жұлдыз жорамалды ұнатсаңыз, лайк басып пікір қалдырып, арнаға жазылып қойыңыз. Бұл бізге үлкен қолдау. Ал келесі апта сіздерді жаңа қуанышты жаңалықтар күтіп тұр. Егіздер. Бұл апта егіздер үшін ерекше маңызды кезең болғалы тұр. Әдетте сіздің өміріңізде ақпарат пен қозғалыс көп болады, бірақ дәл осы апта сізді ойлануға, жоспар құруға және жаңа қадамдар жасауға итермелейді. Қолда бар мүмкіндікті пайдалана білсеңіз, жетістіктеріңіз еселене түседі. Аптаның басы өмірдің қарқыны қатты байқалады. Телефон қоңыраулары, хабарламалар, кездесулер бәрі де сізге жаңа ой береді. Кейде тым көп нәрсеге үлгеруге тырысасыз, бірақ бастысына назар аудару қажет болады. Алғашқы күндері құжат, ресми іс, оқу немесе жұмысқа байланысты маңызды шешім қабылдауыңыз мүмкін. Жұмыс пен қаржы егіздер үшін бұл апта жаңа идеялар мен креативті шешімдерге толы. Басшылар немесе әріптестер сіздің ойларыңызға назар аударуы мүмкін. Өз ісіңіз бар болса, жарнамалауға, жаңа серіктестер табуға қолайлы кезең. Қаржыда күтпеген шығын болуы ықтимал, бірақ оның орнына жаңа табыс көзі де ашылады. Негізгі кеңес – қаржыны дұрыс жоспарлау. Махаббат пен қарым-қатынас егіздердің көңілі тез ауысады, бірақ бұл аптада сіз шын мәнінде маңызды адамға назар аударуға дайынсыз. Жұптағы егіздер серігінің жанынан қолдау табады. Кішкентай сыйлық, жылы сөз арадағы байланысты одан сайын бекіте түседі. Ал жалғыз егіздер үшін бұл апта ерекше, сіз күтпеген жерден өз жүрегіңізді елжірететін адамды кездіруіңіз мүмкін. Денсаулық пен көңіл-күй, көп ой, көп ақпарат сізді шаршатуы мүмкін. Сондықтан спортпен айналысып, таза ауада көбірек жүруге тырысыңыз. Әсіресе жүйке жүйесін тыныштандыратын жаттығулар пайдалы болады. Кешкісін медитация жасап, өзіңізге уақыт бөлу артық етпейді. Аптаның екінші жартысы өзіңіз ойламаған ұсыныстар келуі мүмкін. Кейбір егіздер үшін бұл жаңа жобаға қатысу немесе сапарға шығу мүмкіндігі болады. Қызықты адамдармен танысу арқылы жаңа достар мен әріптестер табасыз. Ең бастысы, барлығына ашық болыңыз. Бұл апта сізге жан-жақтан жаңалық әкеледі. Шешім қабылдарда асықпай ойланыңыз, ал жүрегіңіздің қалауын тыңдасаңыз, бәрі өз орнымен болады. Достар, егер осы апталық жорамал сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге шабыт береді. Ал алдағы қыркүйек айы егіздер үшін жаңа белестер мен қуанышты жаңалықтарға толы болмақ. Шаян. Бұл апта шаяндар үшін ерекше терең сезімдер мен жан дүниенің жаңаруын алып келеді. Сіз әдетте эмоцияға жақынсыз, бірақ дәл осы күндері ішкі түйсігіңіз күшейіп, маңызды шешімдерді жүрек қалауымен қабылдауыңыз мүмкін. Аптаның басы өміріңізде өткен оқиғаларға ой жүгіртіп, болашақты жаңа қырынан қараңыз келеді. Көптен бері шешілмей жүрген мәселе өздігінен алдыңызға шығады. Оны дұрыс шешу үшін сабыр мен сенім қажет. Жақындарыңыздың кеңесі де маңызды рөл атқарады. Жұмыс пен қаржы аптаның алғашқы жартысында күтпеген ұсыныс түсуі мүмкін. Жаңа жоба, қызмет ауыстыру немесе табыс көзін кеңейтуге қатысты ойлар туындайды. Басшылар сіздің адалдығыңыз бен еңбегіңізді байқай бастайды. Қаржыда тұрақтылық сақталады, бірақ артық шығынға жол бермеңіз. Жинақ жасауға қолайлы кезең. Махаббат пен қарым-қатынас бұл аптада жүрек істері ерекше маңызды болады. Жұптағы шаяндар арасында түсіністік пен жылулық артады. Сіз серігіңізбен болашақ туралы ой бөлісуіңіз мүмкін. Ал жалғыз жүрген шаяндар күтпеген романтикалық таныстыққа тап болады. Қарым-қатынастың тағдыры бір сәтте өзгеруі ғажап емес. Денсаулық пен көңіл-күй, эмоцияға толы апта болғандықтан көңіл-күйіңіз құбылып тұрады. Дене белсенділігі мен дұрыс ұйқы сізге күш береді.
Ас қорыту жүйесіне мән беріңіз, артық тәтті мен ауыр тағамнан аулақ болыңыз. Аптаның екінші жартысы қызықты жаңалықтар күтіп тұр. Достарыңызбен кездесу, отбасылық жиын немесе сапарға шығу мүмкіндігі туады. Шығармашылықпен айналысатындар үшін шабыт кезеңі басталады. Ойға алған істеріңізді жүзеге асыруға батыл қадам жасаңыз. Бұл апта сізге сабыр, сенім және қуанышты сезімдер сыйлайды. Ең бастысы, жүрек қалауына қарсы келмеңіз, сонда бәрі өз орнына түседі. Достар, егер осы апталық жорамал сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырып арнаға жазылыңыз. Ал қыркүйек айы шаяндар үшін ерекше қуанышты жаңалықтар мен табысты сәттерге толы болмақ. Арыстан. Бұл апта арыстандар үшін жарқырап, өз әлеуетін толық көрсетуге таптырмас кезең. Сіз табиғатынан көшбасшысыз, ал осы күндері ішкі энергияңыз күшейіп, жаңа бастамаларға жол ашады. Аптаның басы сізді шабыттандыратын оқиғалар күтіп тұр. Қоршаған ортада сіздің пікіріңіз бен сөзіңізге ерекше назар аударылады. Осы сәтті дұрыс пайдаланып, армандаған жобаңызға кірісіңіз. Жақсы ойластырылған қадамдар болашақта үлкен табысқа апарады. Жұмыс пен қаржы арыстандар үшін кәсіби салада мүмкіндіктер ашылады. Басшылық тарапынан сенім артып, маңызды тапсырмалар беруі ықтимал. Өзіңізді көрсетуге қорықпаңыз, бұл сіздің уақытыңыз. Қаржылай тұрғыдан да оң өзгерістер күтіледі, қосымша табыс көзі немесе күтпеген сыйақы алуыңыз ғажап емес. Бірақ үлкен шығындарға асықпаңыз, алдымен жоспарлап алған жөн. Махаббат пен қарым-қатынас, жүрек істерінде арыстандардың харизмасы ерекше байқалады. Жұптағы арыстандардың қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтеріледі, болашаққа қатысты маңызды шешім қабылдаулары мүмкін. Ал жалғыз жүргендерге тағдыр тосын таныстық сыйлауы ықтимал. Бұл аптада сіздің тартымдылығыңыз ерекше артады. Денсаулық пен көңіл-күй энергияңыз көп, бірақ өзіңізді шаршатудан сақтаныңыз. Белсенді демалыс, спорт және таза ауада серуен сізге серпін береді. Тамақтануда тепе-теңдікті сақтаңыз, тәттіге әуестік артық салмақ әкелуі мүмкін. Аптаның екінші жартысы жаңа мүмкіндіктер кезеңі. Достарыңызбен бас қосып көңілді уақыт өткізуге жақсы сәт туады. Сонымен қатар шығармашылықпен айналысатындар үшін бұл күндер шабытқа толы болады. Өзіңізді көрсетуге қорықпаңыз, өйткені сіздің еңбегіңіз еленеді. Жалпы алғанда, бұл апта арыстандар үшін табысқа жету мен өз беделін арттыру кезеңі. Жарқырап батыл қадам жасаңыз, сәттілік сіздің жағыңызда. Достар, егер бұл жорамал ұнаса, лайк басып пікір қалдырып арнаға жазылыңыз. Ал қыркүйек айы арыстандарға жаңа биіктер мен қуанышты жаңалықтар әкелмек. Бикеш. Бұл апта бикештер үшін ерекше маңызды, себебі сіздің белгіңіздің уақыты басталып жатыр. Бұл өз өміріңізді қайта қарап, жаңа жоспар құратын кезең. Сізге тән ұқыптылық пен тәртіп осы аптада айқын көрініс табады. Аптаның басы, сіз өзіңізді жинақтап, жаңа мақсаттар қойғыңыз келеді. Жоспарларыңызды нақтылап, ұсақ түйекке дейін ойластырасыз. Бұл қадамдар болашақ табыстардың негізін қалайды. Осы уақытта жаңа істерге кіріссеңіз, ұзақ мерзімді жетістікке жетуіңіз әбден мүмкін. Жұмыс пен қаржы, сіздің еңбегіңізді өзгелер байқап бағалай бастайды. Әсіресе жауапкершілік пен ұқыптылық кәсіби салада табыс әкеледі. Жаңа ұсыныстар түсуі ықтимал. Қаржы жағынан да тұрақтылық күтіледі, бірақ жоспарсыз шығындардан аулақ болған дұрыс. Инвестиция немесе ұзақ мерзімді жоба бастауға қолайлы кезең. Махаббат пен қарым-қатынас, жұптағы бикештер өз серіктестерімен терең әңгімелерге барады. Болашаққа қатысты маңызды шешім қабылдап, бір-бірін жаңа қырынан тануы мүмкін. Жалғыз жүрген бикештерге тағдыр тосыннан ерекше жанды кездіруі мүмкін. Бұл таныстық жүрегіңізді жаулап, болашақта маңызды рөл атқарады. Денсаулық пен көңіл-күй, өз-өзіңізді күтуге назар аударыңыз. Көңіл-күйіңіз тұрақты болғанымен, физикалық шаршау сезілуі мүмкін. Уақытыңызды дұрыс бөліп, демалысқа уақыт табыңыз. Дене белсенділігімен дұрыс тамақтану сізге күш береді. Аптаның екінші жартысы сізді қуанышты жаңалықтар күтіп тұр. Отбасы немесе жақын достарыңызбен бірге жақсы уақыт өткізу мүмкіндігі туады. Шығармашылықпен айналысатын бикештер үшін бұл кезең ерекше сәтті өтеді, шабыт артып, жаңа идеялар туады.
Жалпы алғанда, бұл апта бикештер үшін өзін-өзі дамытуға, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға, қарым-қатынасты нығайтуға қолайлы. Жаңа бастамаларда сәттілік серік болады. Егер бұл жорамал көңіліңізден шықса, лайк басып, арнаға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал қыркүйек айы сізге одан да жарқын өзгерістер мен қуанышты жаңалықтар әкелмек. Таразы. Бұл апта таразы белгісінде туғандар үшін тепе-теңдікті табуға арналған кезең болмақ. Сіз өз өміріңізде үйлесімділік пен сабырлықты іздейсіз. Көптеген мәселе сіздің дипломатиялық қабілетіңіз бен дұрыс шешім қабылдай білуіңізге байланысты шешіледі. Аптаның басы жұмыс пен жеке өмір арасындағы теңдікті сақтауға тырысасыз. Сізді көпшілік іздеп кеңес сұрауы мүмкін. Сіздің әділеттілігіңіз бен дұрыс ойыңыз көп адамға жол көрсетеді. Қарым-қатынаста да әділ болу қажет. Жұмыс пен қаржы, бұл аптада іскерлік байланыстар артып, жаңа мүмкіндіктер ашылуы ықтимал. Жаңа жобаға шақыру немесе әріптестермен ортақ іс бастауға қолайлы уақыт. Қаржы жағынан тұрақтылық күтіледі, бірақ күтпеген шығындар болуы мүмкін. Шығындарыңызды алдын ала жоспарлаған жөн. Махаббат пен қарым-қатынас жұптағы таразы үшін қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеретін кезең. Болашаққа жоспар құрып, маңызды шешім қабылдауға болады. Жалғыз таразылар болса, осы аптада жаңа таныстықтар күтеді. Сіздің табиғи сұлулығыңыз бен сыпайылығыңыз адамдарды баурап алады. Денсаулық пен көңіл-күй сізге рухани тыныштық қажет. Іштей алаңдау немесе артық уайымдаудан сақ болыңыз. Йога, медитация немесе табиғат аясындағы серуен көңіл-күйіңізді жақсартады. Аптаның екінші жартысы сізді қуанышты жаңалық күтіп тұр. Достармен кездесу, отбасылық шара немесе сүйікті іспен айналысу жаныңызды жадыратады. Көптен күткен арманға бір қадам жақындауыңыз мүмкін. Жалпы алғанда, бұл апта сіз үшін жан тыныштығын сақтап, маңызды шешім қабылдауға қолайлы кезең. Сізді үлкен мүмкіндіктер күтіп тұр, тек оларды байқап, дер кезінде пайдалану қажет. Егер осы жорамал ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал қыркүйек айында сізді жаңа қуаныштар мен тосын сыйлар күтіп тұр. Сарышаян. Бұл апта сарышаяндар үшін ерекше күш пен жігер сыйлайтын кезең болмақ. Ішкі түйсігіңіз күшейіп, көптеген нәрсені алдын ала сезіп отырасыз. Сізге тек өз ойыңызға сену жеткілікті. Аптаның басы жаңа бастамаларға қолайлы уақыт. Сізге бұрыннан ойда жүрген істі бастауға немесе ескі жобаны қайта қолға алуға мүмкіндік туады. Жақындарыңыздың қолдауы арқасында көп нәрсеге батыл қадам жасайсыз. Жұмыс пен қаржы, бұл аптада сіздің табандылығыңыз сынақтан өтеді. Жаңа ұсыныстар, жаңа келісімдер пайда болуы мүмкін. Қаржы жағынан күтпеген табыс болады, бірақ сонымен бірге шығын да артуы ықтимал. Сондықтан ақшаны ақылмен жұмсаған жөн. Махаббат пен қарым-қатынас жұптағы сарышаян үшін қарым-қатынас тереңдей түседі. Қайтадан бір-біріңізге ғашық болғандай күй кешесіздер. Ал жалғыз жүрген сарышаяндар үшін бұл апта тосын кездесулерге толы. Сіздің харизмаңыз адамдарды өзіңізге тартады. Денсаулық пен көңіл-күй, энергияңыз жоғары болады. Дегенмен артық эмоциядан сақтаныңыз. Өзіңізді шаршатпай, уақытылы демалған дұрыс. Спортпен айналысу, таза ауада жүру сізге күш-қуат береді. Аптаның екінші жартысы өзіңізге жаңа жоспар құрып, келесі айға үлкен мақсат қоясыз. Жақсы жаңалықтар мен күтпеген кездесулер күтіп тұр. Бұл сәт сізге сенім мен шабыт сыйлайды. Жалпы алғанда, бұл апта сіздің мықтылығыңызды дәлелдейтін уақыт. Тек эмоцияға берілмей, сабырлы бола білсеңіз, жетістіктер еселеніп келеді. Егер осы жорамал ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал қыркүйек айында сізді жаңа мүмкіндіктер мен қуанышты жаңалықтар күтеді. Мерген. Бұл апта мергендер үшін шабыт пен жаңа бастамалардың кезеңі болмақ. Сіздің бойыңыздағы еркіндікке ұмтылу мен оптимизм айналаңызға ерекше әсер етеді. Аптаның басы жаңа идеялар туындап, ойыңызда бұрын байқалмаған мүмкіндіктер ашылады. Өзіңізді шығармашылыққа, жаңа білім алуға немесе саяхат жоспарлауға бейім сезінесіз. Жұмыс пен қаржы, жұмыста тың ұсыныстар мен жобалар күтіп тұр. Әсіресе жаңа ортаға шығу, келіссөздер жүргізу сіз үшін табысты болады.
Қаржылай тұрғыда күтпеген қолдау немесе қосымша табыс түсуі мүмкін. Бірақ артық шығынға жол бермеңіз. Махаббат пен қарым-қатынас бұл аптада мергендердің жүрегі ашық болады. Жұптағы мергендер қарым-қатынасты романтикамен толықтырады. Ал жалғыз жүргендер ерекше бір жанмен танысуы мүмкін. Сіздің көңілді мінезіңіз көптің назарын аударады. Денсаулық пен көңіл-күй, энергияңыз мол болғанымен, шамадан тыс күш жұмсамауға тырысыңыз. Демалыс пен спортты үйлестіргеніңіз дұрыс. Жаңа әдет енгізу үшін таптырмас уақыт. Аптаның екінші жартысы күтпеген жаңалықтар сізді жігерлендіреді. Әсіресе қыркүйек айына қарай болашаққа үлкен жоспар құрып, өміріңізге жаңа бетбұрыс жасайсыз. Жалпы алғанда бұл апта сізге шабыт, жеңілдік және жаңа мүмкіндіктер сыйлайды. Тек асығыстыққа жол бермей, әр қадамыңызды ойлана жасаңыз. Егер осы жорамал көңіліңізден шықса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал келесі айда сізді күтпеген қуанышты жаңалықтар қарсы алады. Тәуешкі. Бұл апта тәуешкілер үшін жауапкершілік пен мақсатқа ұмтылыстың уақыты болады. Ішкі тәртіп пен табандылығыңыздың арқасында көптеген істі реттей аласыз. Аптаның басы, күнделікті шаруалар мен ұсақ түйекке көбірек көңіл бөлесіз. Сіздің еңбекқорлығыңыз басқаларға үлгі болып, кейбір адамдар сізден кеңес сұрауы мүмкін. Жұмыс пен қаржы, жаңа мүмкіндіктер есігін қағып тұр. Басшылықтан қолдау табуыңыз немесе жаңа серіктестікке қадам жасауыңыз ықтимал. Қаржы жағын ойдағыдай ұстайсыз, бірақ ірі шығынды кейінге қалдырған жөн. Махаббат пен қарым-қатынас жұптағы тәуешкілер үшін түсіністік пен сабыр маңызды рөл ойнайды. Ал жалғыз жүргендер қызықты таныстық орнатуы мүмкін, бірақ асықпай, адамды жақсылап тани түскен дұрыс. Денсаулық пен көңіл-күй бұл аптада өзіңізге күтім жасауға уақыт табыңыз. Артық жұмыс сізді шаршатуы мүмкін. Жүйкеңізді тыныштандыру үшін табиғат аясында серуендеген пайдалы. Аптаның соңғы күндері сізге қуаныш сыйлайтын жақсы жаңалық естисіз. Болашаққа сенім артып, өз жоспарларыңызды нақтылайсыз. Қыркүйек айы жаңа табыстарға бастама болмақ. Жалпы алғанда, бұл апта сізді еңбекқорлығыңыз арқылы алға жетелейді. Кішкене шыдамдылық пен дұрыс қадамдар үлкен жетістікке апарады. Егер осы жорамал ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал жаңа айда сізді қуанышты тосын сыйлар күтіп тұр. Су құйғыш. Бұл апта су құйғыштар үшін ерекше шабыт пен жаңа мүмкіндіктер кезеңі болғалы тұр. Ішкі ойларыңыз тереңдейді, ал армандарыңызға бір қадам жақындайтын сәт келеді. Аптаның басы жаңа идеялар мен бастамаларға толы. Шығармашылықпен айналыссаңыз, тың жобалар ойлап табуыңыз мүмкін. Қоршаған ортаңыз сіздің ойларыңызға мән беріп қолдау көрсетуі ықтимал. Жұмыс пен қаржы, іскерлік қарым-қатынастарда абай болыңыз. Кейбір адамдар сіздің энергияңызды пайдаланып қалуы мүмкін. Бірақ егер сенімді серіктестермен жұмыс істесеңіз, табысыңыз артады. Қаржылық тұрғыдан тұрақтылық күтіп тұр, қосымша табыс табуға да жол ашылуы мүмкін. Махаббат пен қарым-қатынас жеке өмірде тосын оқиғалар орын алуы ықтимал. Жұптағылар үшін түсіністік пен ашық сөйлесу маңызды рөл ойнайды. Ал жалғыз жүрген су құйғыштар жаңа таныстық орнатып, жүректерін жаулап алатын жанмен кездесуі мүмкін. Денсаулық пен көңіл-күй, шаршауды сезінсеңіз, өзіңізге демалыс сыйлаңыз. Ақыл-ойға күш түсіп кетпеуі үшін спортпен айналысқан немесе табиғатта жүрген дұрыс. Медитация, йога немесе тыныш жаттығулары сізге тыныштық әкеледі. Аптаның соңғы күндері өмірге басқа қырынан қарап, жаңа жоспарлар құрасыз. Сізге шабыт сыйлайтын тосын сый болуы мүмкін. Болашаққа үмітпен қадам басып, жаңа айды сергек көңіл-күймен қарсы аласыз. Жалпы алғанда, бұл апта сізге өзгеше ойлар, ерекше адамдар және жаңа мүмкіндіктер сыйлайды. Армандарыңызды жүзеге асыруға алғашқы қадам жасаудан қорықпаңыз. Егер осы жорамал ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз және пікір қалдырыңыз. Келесі айда сізді қуатты жаңалықтар мен тамаша сәттер күтіп тұр. Балықтар. Бұл апта балықтар үшін ерекше сезімтал әрі ойға толы кезең болады. Сіздің интуицияңыз күшейіп, ішкі даусыңызға құлақ ассаңыз, дұрыс шешім қабылдайсыз. Аптаның басы, ойыңыздағы армандар мен мақсаттар нақты бола бастайды. Сізді алға жетелейтін күш пайда болады.
Көптен бері ойланып жүрген істі бастауға қолайлы уақыт. Жұмыс пен қаржы. Бұл аптада жұмысыңызда жаңа мүмкіндіктер ашылады. Әріптестеріңіз сіздің еңбегіңізді мойындап, қолдау көрсетуі мүмкін. Қаржылық тұрғыдан күтпеген табыс немесе сыйақы алуыңыз ықтимал. Шағын инвестиция жасауға да қолайлы апта. Махаббат пен қарым-қатынас. Балықтардың жүрек істерінде ерекше сәттер күтіп тұр. Жұптағылар үшін жылы әңгіме, мейірім мен қамқорлық артады. Ал жалғыз жүргендер үшін тосын кездесу, жүректі жылтатын таныстық болуы мүмкін. Денсаулық пен көңіл-күй. Сіздің көңіл-күйіңіз кейде өзгермелі болуы ықтимал. Өзіңізге артық жүктеме түсірмеңіз. Суға қатысты демалыс, жүзу, табиғатта серуендеу сізге ерекше күш береді. Аптаның соңғы күндері ішкі гармония табасыз. Сіз үшін маңызды бір адаммен қарым-қатынас күшейіп, болашаққа байланысты ойлар айқынырақ бола бастайды. Жалпы алғанда, бұл апта сіздің жүрегіңізге тыныштық пен шабыт сыйлайды. Армандарыңызға сеніңіз, оларды орындау үшін мүмкіндік табыла бастайды. Жорамал ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз және пікір қалдырыңыз. Келесі апта тағы да жаңа мүмкіндіктер мен қуанышты сәттер әкелмек. Бұл апта әр белгі үшін өзінше ерекше болды. Біреуіне жаңа бастамалар. Ең бастысы, сіз өзіңізді тыңдап, ішкі түйсігіңізге сенсеңіз, алдыңыздағы барлық қиындықтар жеңіл шешіледі. Алда жаңа ай, жаңа мүмкіндіктер. Келесі қыркүйек айында сізді әлі де қуанышты жаңалықтар мен жағымды өзгерістер күтіп тұр. Сондықтан осы аптада алған тәжірибені жүрегіңізде сақтап, келесі күндерге сеніммен қадам басыңыз. Достар, егер жорамал сізге ұнаса, лайк басып арнаға жазылып пікір қалдырыңыз. Бұл бізге үлкен қолдау болады. Келесі аптадағы жұлдыз жорамалдарыңызды жіберіп алмаңыздар.